Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да экранда Шерзат Абдуллаев. Не үшін тағы да видеоны көлікте түсіріп жатыр деген сондай бір ой келуі мүмкін сіздерге. Енді мен YouTube-та әлі күнге дейін мен нақты конкретно бір направление ретінде әлі бастаған жоқпын, но ақырындап келе жатырмын. Сол үшін уақытым болған кездерде ғана видео түсіріп жатырмын. Ну ладно, бұл оншалықты маңызды емес, фонға мән бермеңіздер. Главный менің сіздерге бүгінгі беретін контентім, айтатын сөздерім, кеңестерім маңызды болу керек. Достар, өздеріңіз ойлап көріңіздерші, бүгінгі сіздердің өмірлеріңізде болып жатқан жағдайлар, жақсы жағдай, жаман жағдай, мысалы, орындалмай жатқан мақсаттар, или болмаса орындалып жатқан мақсаттар, олар не үшін болып жатыр и не себептен сондай жағдайларға біз душар болып тап болып жатырмыз. Сол сұрақтарды бүгін сіздермен бір ашықтау сөйлесетін боламыз. Яғни бүгінгі таңда біреулер не дейді, жақсылық нәрсеге қол жеткізіп жатқан адамдар бар, біреулер жамандыққа душар болып жатқан адамдар бар. Қаншама адамдарды біз кездестіріп жатырмыз, қарызға кіріп жатыр, кредит алып жатыр, ешқандай бір арман мақсаттарына қол жеткізе алмай жатқан адамдар бар, иә. Мысалы, не дейді, өзінің өмірінен көңілі толмай жатыр, жұмысынан көңілі толмай жатыр, тауып жатқан ақшасынан көңілі толмай жатыр. Сондай адамдарды біз өте көп кездестіреміз, достар. Бұл не себептен болып жатыр? Кейбір адамдар әрқашанда сылтауратып, оправдание істейді. Алла тағала бізге сондай тағдыр жазды, біз қайтеміз, одан артық ештеңе болмайды деген сияқты. Иә, Алла тағала бізге тағдыр жазады. Бірақ та ол тағдырды өзгерту біздің қолымызда. Түсініп отырсыз ба? Егер де сіз өзгертемін деген сондай бір шешімді қабылдап, жақсы жаққа өзгерте бастасаңыз, әрине өзгереді. Егер жоқ, өзгермеймін деп жаман жолда жүре берсеңіз, сіз әрине ешқандай тағдырыңызды өзгерте алмайсыз. Сондықтан бүгінгі таңда сіздің өміріңізде тап болып жатқан барлық жағдайлар бұл өзіңізге байланысты. Оған сіз ғана себепші болып табыласыз, достар. Ешқандай мемлекет, ешқандай өмірдің мемлекеттің жағдайы, мысалы қымбатшылық, жұмыс жоқшылық деген сияқты, олардың ешқандай сізге бұл дәрежеге жетуіңізге ешқандай кедергісі жоқ. Тек қана біз өзіміздің подсознаниемізбен дұрыс жұмыс жасамағанымыздың кесірінен болып жатыр, достар. Сіз бүгінгі күнде болып жатқан қазіргі уақыттағы жағдайыңызды бәлкім бұдан 2-3 жыл бұрын ойлаған болуыңыз мүмкін. Сіз кредит алуға, яғни кредит алып ертең қарызға кіріп қалуды сіз кезінде ойлағансыз. Бәлкім сіздің көршіңіз или бір туысыңыз, кредитке машина или үй алған болуы мүмкін. Сіз сол кезде отырып алып ойланған болуыңыз мүмкін. Неге мен де сондай алып алмаймын? Егер беретін болса алып алсам болады екен ғой деп. Дұрыс па? Сол кезде сіз ойладыңыз, сіз бүгін сол нәрсені істеп отырсыз, и сол қарызға кіріп отырсыз, достар. Значит, бүгінгі таңда сіз қандай да бір жетістікке жеткен болсаңыз, егерде соны бұрында сіз ойлағансыз, сол нәрсені ниеттенгенсіз, сол нәрсені подсознанияңызда жұмыс істеткенсіз, сол үшін сіз бүгін жетістікке жетіп отырсыз. Достар, әрқашанда бүгінгі болып жатқан жағдайымызды біз өзімізден іздейтін болсақ, кемшіліктерін, или плюс, или минустарын, біз әрқашанда соның бір шешімін тауып отырамыз. Егерде барлық кінәні біреулерге артып қоятын болсақ, жүктеп қоятын болсақ, мемлекетке, мемлекеттің басшыларына, или болмаса өмірдің сондай жағдайына, қазіргі заманның, былайша айтқанда, адамдардың жаңағыдай бір-біріне ешқандай көмектеспейтініне, сондай нәрселерге өзіміздің кінәмізді артып қоятын болсақ, біз ешқашанда өмірімізді өзгерте алмаймыз жақсы-жаққа қарай. Потому что подсознание бізде тек қана көмекші ретінде жұмыс жасайды, негізінде. Бұл подсознание біздің миымыз бен денеміздің арасындағы посредник. Делдал дейміз ғой, Нені ойлаймыз, соған апарады бізді. Түсініп отырсыз ғой? Жақсы нәрсені ойласаңыз, ертең жақсылыққа апарады. Жаман нәрсені ойласаңыз, ертең жамандық қалып барады, достар. Сол үшін кішкене ойланайық, кішкене толғанайық, Отырып алып, медитация жасайық көбінесе. Медитация бұл күнделікті сіз 15-20 минут, жарты сағат өзіңізбен өзіңіз жалғыз қалып отырып, тек қана жақсы нәрселерге ойыңызды бұратын болсаңыз, жақсы ниеттерді ойлайтын болсаңыз, әрқашанда Аллаға, өзіңіздің бүгінгі күніңізге, табысыңызға, Алла тағала сізге берген отбасына бәріне шүкіршілік етуді үйренсеңіз, иншалла болашақта сіздің өміріңізде өзгерістер пайда болады. Бірақ та бұл сразу бірден болмайды. Бүгін бір күн медитация жасап, бір күн жақсы нәрсені ойлап, подсознанияңызбен жұмыс жасап, ертең ол нәрсені істемесеңіз, сізде ешқандай өзгеріс болмайды. Бұл ұзақ уақыт арасында сізге қалыптасатын нәрсе, яғни как привычка, әдет ретінде. Осы нәрсені қолданып көріңіздер, достар.
Әрқашанда бүгінгі күніңізде болып жатқан жағдайды біреуден емес өзіңізден іздеп табатын болсаңыз, яғни жауапкершіліктің барлығын өзіңіздің мойныңызға алып, соның үстіне жұмыс жасайтын болсаңыз, соның минустарын табатын болсаңыз, әрқашанда плюсқа қарай өтетін боласыз, достар. Вот. Бүгінгі тақырыбымыз негізінде осы подсознаниемен дұрыс жұмыс жасауды үйрену. Негізі бүкіл өмірімізде болып жатқан жағдайдың бәрі осы подсознаниемызға байланысты, достар. Егер де біз өзіміздің подсознаниемызды әрқашанда реттей алатын болсақ, подсознаниемізбен дұрыс жұмыс жасай алатын болсақ, өмірімізде әрқашанда жақсылықтар көбейе бастайды. Біз біреуді емес біреуді өзгертуге тырыспайық, біз өзімізді өзгертейік. Мына әлемді өзгертуге тырыспайық, біз өзімізді өзгертейік, бізге әлем әдемі болып көрінеді. Бізге мына дүние, мына айналамыздағы адамдардың барлығы бір тамаша болып көрінеді. Потому что біз ешқашан жамандық ойламаймыз. Ешқашан біреу туралы жаман нәрсе, жаман ойға бармаймыз. Сол кезде ол адамдардың барлығы жақсылықпен бізге жолға бастайды. Көрдіңіз ба? Егер сіз тек қана жаман адамдарды, мынау жаман, мынаның характері былай деп тек қана жамандық туралы ойлай беретін болсаңыз, сізге Алла Тағала тек қана сондай адамдарды кездестіріп қояды. И арасында жақсы адам кездесіп қалса да, сізге өтірік айтпайтын халал таза адам кездесіп қалса да, біз соны үйреніп қалғанбыз, оны да біз жаман адам деп ойлап қалуымыз мүмкін. Сондықтан подсознаниемен дұрыс жұмыс істеуді үйренейік, достар. Сіздерге бүгінгі кеңестеріміз осы. Әрине видеомыз ұнап сіздерге көңілдеріңізден шыққан болса, бір қандай да бір көмектерін беретін болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. И тіркелмеген адамдар болса, әрине каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Иншалла бұдан былай бізде жақсы контенттер шығады деп үміттенемін, сіздерге уәде етемін. И еще тағы да бір айтатын нәрсе, осы видеоны көбірек достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болайық ағайын.